11 тақырып 1930-40 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайы. Бұл кезең еліміздегі ең күрделі және ең қайғылы, соның бірге экономикалық және саяси жағынан үлкен өзгерістерге алып келген жағдай болатын. Бірінші бөлімін айта кететін болса, Қазақстандағы индустрияландыру саясаты және оның қайшылықтары. Ол 1926 жылдың соңында Кеңес одағы бүкіл ел бойынша индустрияландыру саясатын бастаған кезден басталды. Оның негізгі мақсаты елді ауыр өнеркәсіпке сүйенген заманауи мемлекетке айналдыру еді. Қазақстанда бұл саясаттан тыс қалған жоқ. Сол себепті Қазақстандағы жүргізілген саясат бойынша Қазақстанды шикізат көзінен дамыған индустрияландырылған елге айналдыру болып саналды. Сол себепті Қазақстанда металл, көмір, мұнай өндіретін ірі базаға айналдыру жүйесі басталып кетті. Осы индустрияландыру заманында Қазақстанда Қарағанды көмір бассейні, Балқаш мыс қорыту зауыты, Шымкент қорғасын комбинаты, Риддер жезқазған Қоңырат сияқты түсті металл өндіретін орталықтар, Атырау мұнай өндірістері пайда болды. Темір жолдар салынды, жаңа жұмысшы поселкелерге пайда болды. Мұның бәрі Қазақстан экономикасына жаңа серпін берді. Алайда индустрияландырудың бірқатар қайшылықтары да болды. Біріншіден, жоспарлар өте жоғары қойылды. Оларды орындауға қажетті техника, қажетті кадр, қажетті құрал-жабдықтар жеткіліксіз болды. Сол себепті екіншіден, Қазақстанның сырттан өте көп жұмысшы күші әкелінді. Себебі ұлттық мамандар аз болды. Үшіншіден, Қазақстан көбінесе шикізат өндіретін регион болып қалды. Яғни өндірілген металл, көмір, мұнайдың басты бөлігі кең орталыққа жөнелтілді, ал дайын өнім шығаратын зауыттар аз болды. Сол себепті Қазақстанда біз дайын өнімдердің аз бөлігі ғана қалып отырды. Сонымен қатар табиғи климаттық жағдайлар дұрыс есептелмей, кей жобалар тиімсіз болды. Содан қорытындылай келе, индустрияландыру Қазақстанға жаңа өнеркәсіп әкелді. Бірақ оның экономикалық құрылымы бір жақты, яғни тек шикізатқа тәуелді болып қалды. Өздеріңіз білетіндей, Алматы, Орал, Семей жақтарда көптеген бұрынғы Кеңес одағында қалған зауыттар әлі де тұр. Сосын екінші сұраққа келетін болсақ, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру және оның зардаптары. 1930 жылдардың басында Кеңес одағында ауыл шаруашылығын түбегейлі өзгерту саясаты басталды. Бұл ұжымдастыру деп аталды. Оның мақсаты жеке шаруашылықтарды жойып, олардың орнына колхоздар мен совхоздар құру болды. Қазақстан бұл үшін саясат ерекше ауыр өтті. Себебі Қазақстан көшпелі халық болғаннан кейін, бұл саясат бізді толықтай отырықшы халыққа айналдырудың басты мақсаты болды. Сол себепті бұл кезде Қазақстандағы мал ең нақты біздің байлығымыз болатын. Ал ұжымдастыру кезінде көптеген мал тәркіленді, көшпелі ауылдар жерге қоныстандырылды. Сосын бай қуатты адамдар аталған ауқатты шаруалардың қарсы қуғын сүргін жүргізіліп, байларды қинады, күштеп ұжымға кіргізу жүйесі басталды. Нәтижесінде мал шаруашылығы қатты күйреді. Сосын 1929 жылы Қазақстанда шамамен 40 миллион мал болса, 1933 жылға таман оның 80% қырылып, тек 5 миллионы ғана аман қалған болатын. Бұл біздің экономикамызға өте ауыр тиді, және осы саясат Кеңес одағына Қазақстанға үлкен салықтар енгізілді. Содан халық қинала басталды. Халықтың көргөрісі қиындады. Көптеген отбасылар басқа аймақтарға көшуге мәжбүр болды, қоныс аударуға мәжбүр болды. Ұжымдастыру саясаты Қазақстан дәстүрінің, шаруашылығының өмір салтын, әлеуметтік құрылымын күрт өзгертіп жіберді. Бұл кезең қазақ қоғамының дамуында үлкен сілкін салып келді. Соны жалғастыра кететін болсақ, үшінші сұрақ 1932 және 33 жылдардағы аштық туралы куәгерлердің естеліктері бойынша ауыл шаруашылығының күйреуі, мал санының азаюы, шаруалардың қоныс аударуы
Қазақстанға өте ауыр экономикалық және әлеуметтік дағдарыс алып келді. Бұл жылдар жайлы куәгерлердің естеліктері бойынша азық-түлік күрт жетіспеушілігі пайда болды. Аштықтан ауылдардың қаңырап қалуы, көрші аймақтарға немесе басқа республикаға көшуге мәжбүр болуы және де ең қасіреттісі адамдардың бір-бірін жей бастауы болды. Сол себепті де көптеген ауыр жағдайлар пайда болды. Жердің бәрі хаосқа айналды. Қазақ халқы өте үлкен дағдарыс кешті. Бұл естеліктер халықтың қиыншылыққа тап болғанын көрсетеді. Бірақ біз оларды тек тарихи фактор ретінде адам тағдырына әсер еткен әлеуметтік экономикалық құбылыс ретінде қабылдаймыз. Бірақ Қазақстандық аштық елдік экономикалық саясаттың ұжымдастырудың және де асыра сілтеулердің және шаруашылық құрылымының бұзылуының тікелей салдары болды. Осы аштық жылдарында қазақ зиялыларының қызметі, қазақ зиялылары бұл уақытта не істеді деген сұраққа жауап беретін болсам, осы қиын жылдары қазақ зиялылары ел тағдырына немқұрайлы қарамады. Олар да халыққа қолдау көрсету жағдайында өздерінің қазақ елін жаны ашып жағдай жақсарту үшін түрлі шаралар қолға ала бастады. Олардың біріншісі Мәскеуге хат жаза бастады. Мәселелерді жеткізу. Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Смағұл Садуақасұлы сияқты зиялылар орталық билікке хат жолдап, аймақтағы ауыр жағдайды түсіндіруге тырысты. Олар азық жіберуді, салықты азайтуды және шаруаларға көмектесуді талап етті. Ал жергілікті жерде көмек ұйымдастыру, зиялылар аш қалған отбасыларға көмектесу үшін комиссияларға қатысты, балаларға арналған орындар ашуға атсалысты, азық таратуды ұйымдастырды. Қазақ зиялылар жиналысып, сол аш қалған халыққа өз барынша көмектерін аямады. Сол дағдарыстардың себептерін талдау. Кейбір зиялылар ұжымдастырудың қалай жүргізілгенін сынға алып, асыра сілтеулерді тоқтатуды сұрады. Олар қазақтың шаруашылық жүйесіне тән ерекшеліктерді түсіндіріп, ауылға қатысты саясатты қайта қарауды ұсынды. Халықты құтқаруға бағытталған ұсыныстар бере бастады. Оның ішінде мал шаруашылығын қалпына келтіру, көшпелі өмір салтына тән ерекшеліктерді ескеру, азық қорын көбейту жолдары және көмек пункттерін көбейту сияқты ұсыныстар болды. Заң бұл әрекет олардың ел мүддесіне бірінші орынға қойғанын көрсетеді. Сол себепті 1930-40 жылдар Қазақстан үшін ең күрделі және ең ауыр тарихи маңызы зор кезең болды. Бұл уақытта соңында Қазақстан экономикалық келбетін өзгертті. Ұжымдастыру ауыл шаруашылығының үлкен ықпал етіп, дәстүрлі шаруашылықты күйретті. Аштық қоғамға ауыр соққы тигізді. Көптеген адам қайтыс болып, Қазақстанның популяциясы төмендеді. Қазақ зиялы қарашын жан аямай еңбек етті. Бұл кезең бізге халықтың төзімділігін, қиындыққа қарамастан алған тұлғаны көрсетеді. Тарихтағы бұл оқиға бүгінгі тәуелсіз Қазақстан қалыптастыруда маңызды рөл атқарған болатын.